Сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сынып қазақ тілі пәні 73-ші сабақ 28-30 жаттығулар. Келесі сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басыңдар. 28-ші жаттығу суреттер бойынша мәтін мазмұнын болжа. Суретке мұқият қараймыз. Бірінші суретте Мысырдағы пирамидалар, екінші суретте 3 бидің мүсіні, ал үшінші суретте Абай Құнанбаевтың ескерткіші. Енді суреттер бойынша мәтіннің мазмұны мүсін немесе ескерткіштер туралы болуы мүмкін деп болжам жасасақ болады. Мәтінді оқы. Мүсін бейнелеу өнерінің ерекше түрі. Мүсіншілер шығармасын әртүрлі материалдан жасайды. Мүсіндер ірі және шағын болып келеді. Ірі мүсіндерді қала көшелерінен, мұражайлардан көруге болады. Алматыда Абайға, Абылай ханға, Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметоваға арналған ескерткіштер бар. Бейнелеу өнері кітабынан алынған. Өзің тұратын жерде қандай мүсіндер бар? Зерттеу жүргіз. Ол мүсіндер туралы деректер жина. Балалар өздерің тұратын жердегі бар мүсіндердің атауларын атасаңдар болады. Мысалы, менің қаламда Қажымұқанның, Абай Құнанбаевтың ескерткіші бар, және сол ескерткіштер туралы деректер жинасаңдар болады. Мәтіннен негізгі және туынды зат есімдерді теріп жаз. Негізгі зат есімдер: мүсін, өнер, материал, қала, көше, мұражай, Алматы, Абай, Абылай хан, Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова. Ал туынды зат есімдер: бейнелеу, мүсіншілер, шығарма, ескерткіш. Осылай теріп жазамыз. 29-ші жаттығу Мерейдің ағасы Жандосқа жазған хатын оқы. Құрметті аға, мен жазғы демалысымды қалада өткізгім келеді. Сондықтан Астанаға баруды жоспарлап отырмын. Астанадағы ғимараттарды көрсем деймін. Екеуміз қаланы бірге аралаймыз. Кездескенше сау бол, қарындасың Мерей. Балалар, қалай ойлайсың, хат дұрыс жазылған ба? Нені өзгертіп, нені қосуға болады? Хат жазғанда мына нұсқаулықты басшылыққа алып жаз. Есіңде сақта. Сәлемдесу сөзінің біреуге қаратып айтылуы. Өзің хат жазып отырған адамның хал жағдайын білу мақсатында сұрақтар қою. Өзің туралы әңгімелеу, қоштасу сөздері. Хат жазып отырған адамның аты жөні. Балалар, менің ойымша Мерейдің хаты дұрыс жазылмаған. Себебі Мерей ағасымен сәлемдесіп, хал жағдайын білу үшін сұрақтар қойған жоқ, және өзі туралы да айтқан жоқ. Сондықтан ағасына амандасып, хал жағдайын білу үшін сұрақтар қойып, нұсқаулықты басшылыққа алып, хатты қайта жазып көрейік. Құрметті аға, амансыз ба? Хал жағдайыңыз, денсаулығыңыз жақсы ма? Менің жағдайым жақсы. Сабағымды өте жақсы оқып жүрмін. Мен жазғы демалысымды қалада өткізгім келеді. Сондықтан Астанаға баруды жоспарлап отырмын. Астанадағы ғимараттарды көрсем деймін. Екеуміз қаланы бірге аралаймыз. Кездескенше сау бол, қарындасың Мерей. Балалар, хатты дәл осылай нұсқаулықты басшылыққа ала отырып жазсаңдар болады. Сендер де хат жазып көріңдер. Келесі 30-шы жаттығу. Қайрат пен Гүлжан пілдің суретін салды. Суреттері әдемі-ақ, бірақ олардың салғаны түрліше болып шықты. Суреттердің түрліше болу себебін дәлелде. Балалар, себебі Қайрат пілді алдынан, ал Гүлжан жанынан көріп отыр. Сондықтан да олардың суреттері түрліше болып шығады. Қайрат пілді алдынан салса, ал Гүлжан жанынан салады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңдар, подписация батырмасын басып,
каналыма тіркеліп алыңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.